Бұл бөлімде өзара есеп айырысуды салыстыру актісін қалай жасауды үйренеміз, яғни акт сверки взаиморасчетов. Ол үшін покупка, акт сверки взаиморасчетов бұл да негізі ең көп қолданылатын операцияға жатады, сондықтан жұлдызшамен белгілеп қойғандарыңыз жөн. Акт сверки взаиморасчетовты басамыз, создать жаңадан. Мысалы, Snap группен арадағы салыстыру есеп айырысуды салыстырайық. Мысалы, олар бізден шілде айында тауар сатып алды. Біз шілде айының соңында есеп айырысу счеттарымызды салыстырайық. Контрагент Snap групп период еді, яғни аралық 01.07.2022 және де 31.07.2022. Договор болса, договорды таңдайсыздар. Егер без договоры болса, егер бірнеше договорлар болса, бұл тек қана отборды договорға байланысты шығарады. Егер бірнеше договорлар бойынша жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда мына жерде өшіріп тастаған дұрыс. Заполнить по данным бухгалтерского учета. Окей. Записать акт сверки. Кешірім сұрайым. Және де сіздерге мысал ретінде көрсетемін деп, тауарды да және қызметті де бір четвектермен көрсету үшін сіздерге мысал ретінде тағы да бір рет реализация, яғни сауданы отырғыздық. Сол себепті қазір бізде мына сума артығымен отыр. Қазір бұны өшіріп тастаймыз. Продажа, реализация. Мынаны сіздерге мысал ретінде көрсеттім. Бұны өшіреміз. Ол үшін оң жақ батырманы басамыз. Пометить на удаление, яғни өшіру. Да. Енді қайтадан акт сверкиімізді кіреміз. Қайтадан заполнить. Да. Міне қазір ғана соңғы четвектура өшіп кетті. Қайтадан акт сверкиді басамыз. Печатьқа шығаруға. Соныменен приходный кассовый ордер, кассалық кіріс ордері 500 000 теңге тауар үшін төленді. Приходный кассовый ордер, кіріс кассалық ордері 25 000 теңге бұл жеткізу қызметі үшін төленді. Сәйкесінше біз оларға тауарды сатқанымыз жөнінде шот фактураны бердік. Қызметті көрсеткеніміз туралы орындалған жұмыс актісін бердік. Сәйкесінше ақша түсті, қызмет көрсетілді, құжаттар берілді. Сәйкесінше біз сауда тоғысы мен жаңағы Snap групптың арасында ешқандай қарыз жоқ. Егер қарыз болатын болса, мына жерде жазылып тұрады. Snap групптың пайдасына немесе сауда тоғының пайдасына деп. Осылайша өзара есеп айырысуды салыстыру актісі жасалынады.